Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Алақай, сүйінші аса жағымды жаңалық. Бұл жағымды жаңалығымыз батыс алдында Назарбаевтық Тоқаевтық режимнің бет пердесі әбден ашылды. Назарбаевтық Тоқаевтық режим өзінің Мәскеушіл, Пекиншіл, Орысшыл, Қытайшыл сұрқия саясатын батыс алдында жасырып жауып, батысқа демократ боп көрінгісі келіп, батыстың кейбір талаптарына жол беріп, ымыраға келгенсіп, өзінше Қазақстанда адамды құқыққа құрмет еткенсіп, сөйтіп, Орыс, Қытай, батыс үшеуінің ортасында ілдәлдәләп шықпа жаным шықпа деп, өздерінің қанішерлік, диктаторлық, дара билеушілік режимін сақтап келген болатын. Әрине, қанішер Назарбаев Тоқаев режим үшін алған кезде, оларға қазақ мемлекеттігін сақтап тұру ол ешқашан бірінші мақсат емес. Қазақ мемлекеті ешқашан жойылмайды. Қазақ мемлекеті ешқашан жойылмайды. Назарбаевтық ертегіге 30 жыл алданған қазақ есін жиятын кез келді. Мемлекет, ұлт мәңгілік. Оны ешкімде, ешқандай империяда жоя алмайды. Назарбаев кезінде, егер Назарбаев режимі кетсе, ел жойылатын құсап, халықтың ұлтшылдарын алдап келді. Біреулер оған өздігінен алданғысы келді. Алданғансып Назарбаевқа сатылды. Енді алданатын қазақ болмауы керек. Міне, Тоқаевтың бетпердесі оңбай шешілді. 40 қабат тұмша тағған, бетіне 40 қабат бетперде таққан Тоқаев, міне бүгін масқара болды. Сіздерге әлемге әйгілі Политико медиасында, Политико сайтындағы июньнің 8 күні 2023 жылы 11:37 уақытта, CET уақыты бойынша 11:37-дегі осы мақаланы сіздерге аударып жариялаймыз. Russia is getting better at evading Western sanctions on electronics, US officials says. Америка лауазымды тұлғасының айтуынша, Ресей батыстың санкциясын айналып өтіп, санкция салынған электроникалық заттарды алуда электроникалық заттарды жақсы алуда деді. Енді осы жерде сіздерге ең маңызды бұл ақпараттың кілт сөздерін айттық. Айтпақшы, біз бұл мақаламызды осы ютубымыздың осы тақырыбының бірінші комментариясына бөлісеміз, естеріңізде болсын. Керек елдерге, пайдаланатын елдерге. Және бірі бұл мақаланы, ағылшын тіліндегі бұл мақаланы біз Серікжан Біләшұлы Facebook парақшамызда бөлісеміз. Мақаланың түпнұсқасын оқығысы келетіндерге. Енді қазір сіздерге осы Қазақстанға керекті жерін тіке аударайық. Қазақстанға керекті жерін. Бұл қандай тақырып? Бұл қандай тақырып? Қазір міне. Бұл тақырыпта Түркия, Қазақстан, Джорджия, Грузия, Біріккен Араб Әмірлігі және Армения деп айтып отыр. Біріккен Араб Әмірлігі және Армения деп. Енді осы мақаланы тұтасымен аударып берейік. Америка лауазымды тұлғасы былай деді: Ресей батыс санкцияланған электроникалық тауарларға қол жеткізуде, батыс санкциясын айдан өтуде өте табысты жұмыс істеп келеді. Ендеше мақаланы толық. Санкцияға жауапты жоғары лауазымды тұлға былай деді: осы жылдың басына дейін Ресей тарапы соғыс басталудан бұрынғы деңгейде санкцияланған тауарларды импорттауға қол жеткізіп отырды. Яғни түсіндіріп айтсақ, енді мына батыстың сөз саптау бөлектеуі, қазақшалап айтсақ, яғни соғыс басталудан бұрын, Ресейге санкция салынудан бұрынғы деңгейге осы жылдың басында, яғни 2023 жылдың басында Ресей қол жеткізіп қойды дейді. Мақаланың авторы Камилле
Джис, Джакоб Ханкьевела, Николас Камут. Сәрсенбі күні жоғары лауазымды бір мансаптының айтуынша, Ресейдің санкцияны айланып өту тәсілінің күннен күнге күшеюіне байланысты Ресей кейбір соғыс техникаларының қозғалтқыштарына керекті өте маңызды чиптерді және электроникалық тауарларды батыстың санкция салуынан бұрынғы деңгейге жеткізіп үлгерді. Осы жылдың басына дейін Ресей импорттаған бұл заттар соғыстан бұрын деңгейге жетіп үлгірді. Және бұлар өте маңызды электроникалық заттар, деді Американың үкіметтік істер мекемесінің арнайы осы санкциялық ымыраларды реттеуші мансаптшысы бүгін Политико сайтына берген сұхбатында. Бұл тауарлар өте маңызды чиптер және процессорлер, тағы басқада электроникалық заттар. Ал міне, не айтамыз енді? Бұл жерде жаңа Қазақстанның аты аталды, Қазақстанның аты аталды. Қазақстанның аты аталды. Дәк, міне жерде. Бұл жиналыс Стокгольмда болды. Стокгольмда. Modern Weapons өте маңызды. Жаңа чиптер, процессорлер және integrated circuits. Бұл жерде жаңағы өте маңызды анау электрондық заттарда бір процестік панель сияқты бір зат болады ғой. Яғни ана бүкіл өте микро электрлік жаңағы құрылғылар, соны айтып отыр. Тағы жалғасын аударып жіберейік. Мәселенің бастысы еуропалық елдер кейбір мемлекеттерге аталмыш осы материалдарды экспорттайды. Ал бұл елдер осы материалдарды Ресейге жеткізеді. Бұл жерде өте нақтылы мәселелер бар деп толықтады. Және жоғарыда ататалған 5 мемлекет, яғни Түркия, Қазақстан, Грузия, Араб Бірлескен Әмірлігі және Армения. Бұларда осы мәселе өте ауыр деп отыр. Яғни, мен Политиконың сілтемесін қазір астарыңызға жіберем, осының астында комментарияға. Демек, Тоқаевтың бетпердесі ашылды, енді Еуропа мен Америка Тоқаевқа шүйліккен. Тоқаев өзінің шынайы бетпердесін қанша аша түссе, бізге сонша пайдалы. Енді алдағы уақытта ол батыстан жақсылық болмайтынын білгенде, өзінің шайтан бетбейнесін барлық бетперделерін жыртып тастап, қазақтың атпал азаматтарын Украин жеріндегі соғысқа айдап салады. Ұлыңнан айырылған отырсын қалың қазақ.